Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен Алланың бүгінгі күннің хайыр берекеті сіздермен біздерге болсын. Мен бүгін өте бір қызық рухани әлеміңізге саяхат жасайтын, сіздің рухыңыз бен қаныңызды қозғайтын, руханиятыңызды оятатын бір мықты тақырыпта әңгіме айтқым келіп отыр. Біз қазір 21-ші ғасырдың соңы, жасандылықтың дамып шегіне жетіп тоқтаған ғасырда жүрміз. Жасанды интеллект, жасанды адам, жасанды киіну, жасанды жүру, жасанды соның барлығынан адам шаршады уже. Қаншама жылдар бойы жасандылықты жасап Алласынан айырылып, рухы сынып, қанын ұмытып, жаны жан-жақта шашылып қалды адамдардың. Енді уже қазір білесіздер, қаншама роботтар жасалып жатыр, техника жасалып жатыр. Адамнан айнымайтын, адамның барлық іс-әрекетін қайталайтын роботтар жасалып жатыр, бірақ олардың бір кемшілігі бар. Оларда не жоқ? Оларда қан жоқ, оларда рух жоқ. Олар біздің сезімдерді сезініп, біздің ойларымызды ойлай алмайды. Сіздің сезіміңізді тіпті адамдар сезініп, сіздің ойыңызды, сіздің рухыңызды, сіздің жан дүниеңізді тіпті басқа адамдар жасап бере алмайды. Сол сияқты біздің жалпы тыраштанып, анаған ұқсағымыз келетін, мынаған ұқсағымыз келгеннен уже жанымыз шаршады. Сіз қашан өзіңізбен өзіңіз бетпе-бет боласыз? Қашан сіз бойыңыздағы рухты оятып, қаныңызды қадірлейсіз, сіз сол кезде ұшасыз. Өйткені қазір сондай бір дүние келді, сондай бір қайтадан бір руханиятқа бет алған, адамдар рухын іздей бастаған, адамдар жанын іздеп шырқырай бастаған, адам жанының шырқыраған уақыты келді. Кім қазір рухани әлемін дамытып, руханиятқа бет бұрып, өзінің бойындағы рухын оятады, соларға жеңіске жетеді. Солар қазір енді ұшатын кез келді. Өйткені жаңағы сондай бір кеңістік, сондай бір қазір уақыт келді. Өйткені қарап көріңізші, сіз Кореяның киімін киіп, өзге елдің шаш үлгісін жасап, өзгенің тыртығын жырлап, тіпті бет әлпетіңіз бірақ өзгертіп тастаңыз. Сіздің жаныңыз бәрібір қазақ дейді ғой. Қаныңыз бәрібір қазақ дейді ғой. Істейсіз қаныңызды қойыңызды ағызып тастайсыз ба? Адамның қаны мен рухын алдау мүмкін емес. Адамның қанын, адамның бойындағы рухын алдау мүмкін емес, алдай алмайсыз. Оны жасай да алмайсыз. Басқасының барлығын жасайтын шығар, адамның бойындағы жанымен. Осы күнге дейін айтып жатамыз енді, екі сөздің арасында, ол енді дұрыс та сөз емес, адам жанына жан салыпты деп. Сіздер көрсетіңіздерші маған, мына адамға жанын салып берді дегенді. Бар ма сондай? Мына адамның рухын сақтап қойдық та, өліп қалған кезде. Соң кішкене жақсарып, бір жағдайы көтерілген уақытта апарып қайтадан салып бердік деген бар ма? Жоқ. Рухты сындырып тастауға болады, өлтіріп тастауға болады, тұншықтырып ше. Қаныңды жасырып, басқаға айтпауға болады, бірақ сен өзіңді алдай алмайсың. Өзіңнің жан дүниең, жаның шырқырап кетеді да. Мен мысалы айта алмаймын ғой, мен орыспын деп, Құдай-ау. Кім сенеді маған? Өйткені алдай алмайсың оны. Ол сондай нәрсе. Сондықтан адам ең бірінші руханиятын, рухын сыйлау керек. Адам жанын, адам қанын сыйлау керек. Адам қайдан шыққанын, қанша дамысын, қанша технология дамысын, жарайды, дамысын. Мені ешкім жасап бере алмайды. Мені екінші рет ешкім жасай алмайды. Мен әлемде біреу ақпын. Тіпті маған ұқсайтын, аумайтын бірге бір жан жоқ. Өйткені Алла тағала айтып қойған, ағаштың тіпті жапырағының өзі бір-біріне ұқсамайды дейді. Жапырақ бір-біріне ұқсамаған кезде адам бір-біріне ұқсау, бір-бірінен аумай қалу деген жоқ.
оның үстінде адамның бойында рухы мен қаны болған кезде. Қандай бір жерде сіз эксперимент жасап көруіңізге болады. Сіз бала шағаңызды магазинге ертіп барып, мынау биылғы шығып жатқан сән екен, мода екен деп киім кешек алып берсеңіз, сіз соған ұқсатып жасап қойыңыз балаңызды. Жасап алып келіңіз балаңызды. Киіндіріңіз, білмеймін, носки, іш киімін, жейдесін, шалбарын барлығын кигізіңіз. Шаш үлгісін өзгертіп тастаңыз, барлығын киіндіріңіз. Балаңыз екі күн бір масайттап, бір былай жүру мүмкін да, бірақ сіз сол сәтте отырғызып алып, ботам, балапаным, сенің аталарың осындай мықты болған, сенің рухың осындай, сенің қаның осындай, сенің руың осындай, сенің заманыңда осындай атаң болған, сенің анаң осындай адам, осындай мықты, тектісің деп айтыңызшы. Көзі жайнап шығады ғой. Ішіндегі рух қатып шығады. Прям анау жасанды киім шешіліп қалады. Шешіліп қалады дегенде смыслені дұрыс түсініңіздер. Сонда менің айтқым келіп жүрген нәрсе қазір. Адам рухы мен адам жанын тыныштырмау керек. Адам руханиятын қаншалықты дамытып, санасын қаншалықты кеңіткенде, соншалықты адам ұшады, соншалықты адам жетістікке жетеді. Біздің жүгіріп жүрген нәрсеміз жасандылық. Жасанды нәрсе кез келген уақытта шешіліп қалады. Ал сіздің бойыңыздағы алапат күш, сіздің бойыңыздағы рух, егер сіз оны өлтіріп тастамасаңыз, кез келген уақытта атып шығады. Сіздің бойыңыздан атып шыққан рух, сіздің бойыңызда қайнаған қан, сіздің бойыңызда тектілік ешкімнен ешқайдан алынбайды сіздің бойыңызда. Сондықтан қазір анаған қарап, мынаған қарап, анаған ұқсап, мынаған ұқсаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы руханиятпен рухты оятсаңыз болды. Сіздің рухыңыз, сіздің ішіңізде буырқанған қан сізді барлық дүниеге жеткізеді. Өйткені біздің қазақта осал болған, біздің қазақта ынжық болған, біздің қазақта ез болған жоқ. Біздің қазақта тектілер, біздің қазақта тек қана мықтылар, даналар өмір сүрген. Дамымаған заманның өзінде қазақ айтыпты деген қалдым. Кез келген ер азаматыңызды, кез келген ерді сіз құрметтей біліңіз. Өйткені сіз жасып тұрған сәтте, сіз Алла сақтасын, қандай бір жағдай болса, қандай жуас ез деген еріңіз бір, допустим, соғыс болып қалды дейікші, кеп қалды десе, атып шығады. Өйткені оның бойындағы сондай рух бар да, қан, намыс, жігер, жүректе бар, ар жақта қанында бар. Ол жатпайды. Сондықтан кімге ұқсаңыз, кімге еліктеңіз, ол сыртыңыз ғана. Сіз ішіңізді, сіз рухыңызды, сіз жүрегіңізді, бойыңыздағы қанды ұқсата алмайсыз. Ұқсамайды. Сол, басқа не айтайын, бүгінгі ойыма келген, бүгінгі жалпы бұрынғы аналардың мықтылығы, бұрынғы аталарымыздың мезгіл сайын көшіп, мал басының санын азайтпай құрап, тауда жүрсін, шетелде жүрсін, жат елде жүрсін, қай жерде жүрмесін, өзінің рухын сындырмай, қазақ деген елді құрап жүргені, қазақты қазақ еткені, бүгінгі мықты ұрпақтың осы күнге жеткені біздің ата-бабаларымыздың, аталарымыздың рухын сындырмағандығы. Ешкімге ұқсамай, өзінің бойындағы қаны мен рухын сақтағандығы. Сондықтан
сіздерге де айтам, келесі ұрпақ, иә, дамыңыздар, ізденіңіздер, әлемді аралаңыздар. Әлемнің барлық дүниесі жалпы адамзат үшін жаралған, адам үшін жаралған. Сондықтан адам дүние болып кетпеу керек. Адам сол өзінің түпкі болмысын сақтау керек. Мысалы айтайын, көліктің өзі адам үшін жаралған. Соңғы маркасы 15-16-шысы айфонның өзі адам үшін жаратылған. Сондықтан ол керек бізге. Адам мысалы аюға, қоянға, тышқанға, құмырсқаға қажеті жоқ қой, қажеті жоқ. Ол бізге ғана керек. Сондықтан сыртқы жасанды дүниелер бізге жұмыс жасау керек, біз оларға емес. Біз тек қана өзіміздің болмысымызды сақтасақ болғаны. Сонда барлық әлемдегі дүние, мына тіршілік, тіпті орман, ағаш, тау, тас, су, барлығы адамзаттың игілігі үшін жаратылған. Игілігін көріңіздер, рахаттанып өмір сүріңіздер. Бірақ рухтарыңызды жықпай, қандарыңызды бұзбай, кім болғаныңызға мақтанып өтіңіз. Сол кезде ешбір адамда қиналу, жылау, сықтау, жетпейді-ау деген нәрсе күл-талқанымен жоқ болып кетеді ғой. Ондай дүниеге байлану деген нәрсе сіздің санаңыздан секундтардың ішінде жоқ болып кетеді. Өйткені ол адамға керек, адам үшін жаратылып қойған, адамзаттың сіздің именно игілігіңізге жаратылған. Ол сіз қашан өз рухыңызда тіктейсіз, қашан сіз ішіңіздегі алапат қайнап жатқан қанды оятасыз, өзіңізге өзіңіз бетпе-бет келесіз, өзіңізді өзіңіз құрметтейсіз, осы кезде болады. Сондықтан барлық оқырмандарым, алтындарым, жандарым, санамыздың көкірек көзімізді ашайықшы. Бізге көкірек көзімізді ашу ғана жетпей тұр. Қалған дүниенің барлығы жетеді. Қалған дүниенің барлығы бізге, бізден бұрын өмір сүрген адамдардың осы күнге дейін жасаған істермен рухы және рулар арқылы білеміз. Ол кісілердің және жасап кеткен ерліктері, мықтылықтары, және тектіліктерін айтып біз мақтанамыз. Біз ол кісілердің киген киімін, мінген машинасын, мінген атын емес, жүрген жерін емес. Жүрген жерін тарихқа бола жазамыз, бірақ көп жағдайда біз мінез сипатын ол кісінің жаңағы қандай мықты болды десе, мықтылығын руханият арқылы танимыз. Сондықтан болашаққа, жақсылыққа бет бұрамыз әрине, бірақ біз өзімізді жоғалтып алмайықшы. Өзіміздегі өр рухты тап-таза ешкім қайталай алмайтын, тағы айтам, ешкім жасай алмайтын, ешбір дүние нәрсе жасап бере алмайтын, өзгеден ерек әлемде сіз біреу ғанасыз. Сізге ұқсайтын ешбір жан, сізден аумайтын, сіздің бірге бір көшірмеңіз жоқ. Сондықтан сіз біреу ғанасыз, сіз ірісіз, сіз тірісіз, сіз әлемсіз. Сіз арқылы мына әлем әдемі болады. Әлем сізге жұмыс істесін. Құрметпен, менен.